Сәлем баршаға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай өте нәзік, әдемі және дәмі керемет болып шығатын капкейктерді дайындап көрсетемін. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Және де видеоны көрместен бұрын менің каналыма подписка жасап, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен керек заттарды айтып өтейін. Бізге 2 жұмыртқа керек болады. Бөлме температурасындағы сары май керек болады. Қант, қопсытқыш, ұн керек болады. Ал енді іске кірісеміз. Таза ыдысымызға жұмыртқа мен қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осындай аппақ формада болу керек. Оның үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Біздің сары майымыз 72%-дан жоғары болу керек. Миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз, яғни біріккенше. Ұнымызға разрыхлителімізді, яғни қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін біз оны жұмыртқалы массамызға 2 қасықтан салып отырамыз. Әрине, електің көмегі керек болады. Елекпен жақсылап елеп салсаңыздар, қамырымыз одан да жұмсақ, жақсы шығады. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай формада болу керек, қою, өте қатты сұйық та емес, орташа. Енді біз осындай кондитерлік мешокты аламыз. Бұл бүкіл кондитерлік магазиндерде болады. Басын кесіп аласыздар да, осылай банкаға қойып, осылай салғанда маған ыңғайлы. Сол үшін осылай саламын. Бүкіл қамырымыздың бәрін кондитерлік мешогымызға салып аламыз. Капкейктің формаларын дайындаймыз. Осындай формалармен де, бұл формаларды бүкіл кондитерлік магазиндерден сұрасаңыздар болады. Осындай отдельно бөлек капкейктердің өзінің жеке формалары болады. Бұл форманың ішіне ешқандай май жағудың қажеті жоқ, өзі дайын форма. Осылай орташа етіп қатты толтырмаймыз, қамырымызды бүкіл формамызға құйып шығамыз. Біздің формаларымыз дайын. Енді 130-140 градуста 25-30 минут духовкада пісіріп аламыз. Яғни духовканы алдын ала қосып қоймаңыздар. Капкейктерді салғаннан кейін барып, қана духовканы қосасыздар. Біздің капкейктеріміз жартылай дайын болды. Осылай толық суытамыз. Суығаннан кейін барып, үстіне кремін жағамыз. Кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм творожный сыр, яғни сүзбелі ірімшік, 100 грамм қант, 50 мл сливке керек болады, яғни клейге керек болады. Пайыздылығы 33%-дан жоғары болу керек.
барлығын таза ыдысымызға салып аламыз. Біріккенше миксердің көмегімен араластырамыз. Біздің креміміз дайын болды. Міне осындай өзінің формасын ұстап тұратын крем болу керек. Осындай кондитерлік мешокқа насадкамызды саламыз. Насадкамыз менде закрытая роза, яғни жабық раушан гүлі деп аталады. Осындай банканың көмегімен креміміздің бүкілін бәрін ішіне салып аламыз. Яғни мен кремнің жартысын осындай күлгін түске бояп алдым. Оны осылай пакеттің, яғни кондитерский мешоктың бір шетіне салып аламын. Екінші жағына ақ кремді саламын. Қазір көресіздер. Міне екі түрлі түсімізді мешогымыздың екі шетіне толықтай салып алдым. Енді осылай ақырын, қатты қыспай насадканың көмегімен кремімізді капкейктардың үстін толықтай жабатындай етіп жағып шығамын. Басында қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ 1-2 жасағаннан кейін қолдарыңыз үйренеді. Креміміздің барлығын осылай жағып алдық. Енді менде осындай кондитерлік посыпка, яғни жүйеге болады. Осылай әсемдігі үшін үстлеріне аз-аздан сеуіп шығамын. Міне біздің капкейктарымыз дайын болды. Осылай өте әдемі, нәзік және дәмі өте керемет шығады. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.